Ассалаумалейкум, Хамид Табын YouTube каналының көрермендері. Менің каналымды қолдап, лайктарыңызды аямай, тіркеліп кетулеріңіз сұралады. Менің бүгінгі алғашқы эфирім сіздерге арналады. Сіздерге деген себебім, мен WhatsApp желісінде келіп жатқан ақша салсаңыз ақша ұтасыз деген лохотрон немесе алаяқ деп айтуыма болады. Өйткені алданып жатқан алаяқтардан алданып жатқан адамдар да бар. Осы менің YouTube каналымнан қазір сіздерге ролик көрсетіп, WhatsApp желісіне арқылы келіп жатқан мен өзім сол материалдарды жинап, әдейі сіздерге ұсындым. Ұсынған себебім сіздер WhatsApp желісінен келген SMS-терге алданбауыңызға, тек қана адал ақша табуға, адал еңбектенуге ешқандай ақша өздігінен келмейді. Олар тек қаржылай мақсатында өздерінің қаржыларын жинайды да, алдағы уақытта сізді ақшасыз қалдырып кетеді. Сол алданбау мақсатында сіздерге осы видеоролигімді түсіріп жатырмын. Мына видеоролигімді көріп, өздерінің жақсы жағынан қабылдайсыз деген үміттемін. Менің алғашқы эфирім бүгін YouTube арнамнан көрсетіп жатқан WhatsApp-тан келіп жатқан группаларға тіркелмеуіңіз сұралады. Жаңа ашылды, тіркеліп алыңыздар. 1000 теңге салып 5000 теңге аласыздар. Саламатсыз ба? Бұл мысалы қараңыз. Мына реквизит Айгерім дегенде мына мен номерім тұр. Осы номерге 1000 теңгеден 5 адам салады. Сонда 5000 теңге ғой. Сосын маған ең бірінші салған адам выплатаға шығады. Сосын ол кісіге де солай 5000 теңге саламыз. Сосын екінші адамға да солай кете береді ғой. 1000 теңге салып қалай 5000 теңге аламын? Түсіндіріңдерші, түсінбей. Міне мына Айгерім реквизит дегенге 1000 теңге салып, немесе 2-3 орын алуыңызға болады. 3 орын алсаңыз 15000 аласыз, 4 орын алсаңыз 20000 аласыз, 5 орын алсаңыз 25000 теңге аласыз. Каждый орын 5000 теңге болады. Мысалы, Айгерім реквизитке 1000 теңге салдыңыз делік. Сосын тағы да басқа адамдар сөйтіп салып, маған эти 5 адам 5000 теңге салады 1000 теңгеден. Қалай сонда? Пирамида сияқты оны ойындаңыз. Қалай бір адам ізінен 5 адам тартып әкелу керек па, әлде не важно ма 5 адам кірсе болып, сол тіркелген адамға төлей бере ма? Салғаннан кейін міндетті түрде чек жібересіздер. Чекпен аты жөніңізді, сосын Каспий Голдтағы номеріңізді жібересіздер. Айсұлу, Бекзада деп екеуін тіркей қойыңыз, я? Я, енді менде 3 адам қалды. Осыны таратайық. Міне осылай чек жібересіздер, түсінбей жатқандарыңыз болса. Осылай чек жіберу арқылы мен сіздерді тіркеймін. Жоқ, бұл жаңа ашылған топ қой, 2 адам ғана тіркелді списокте болды, басқа адам жоқ. Енді 2 адам қалды, 2 адамнан кейін Айсұлу апаға саламыз. Айсұлу апа, адамдарға таратайық. Хамид, мына приглашениені бар ғой, таныстарыңа, группаларға жібер, адамдар шақыр. Айсұлу мен Бекзаданың ақшасы 1 голдқа түседі ғой, бана өзіңе лақтырған жерге, ема? Я, араласып отырыңыздар, мен жалғыз өзім жұмыс жасамаймын ғой енді сіздер үшін. Сондықтан да араласып, адам шақырыңыздар, келген адамдарға түсіндіріп отырыңыздар, активный болған жақсы. Неғұрлым активный болсақ, адам өте көп болады. Жаңадан қосылған кісілер, қош келдіңіздер, мен сол приглашениені таратып келіп жатыр едім ғой. Бұл топ, бұл группа, яғни 1000 теңге саласыздар, кезекке тұрасыз, сосын сіздер 5000 теңге аласыздар. Ол қалай? Мына реквизит Айгерім деп тұр ғой, соған мысалы бізде 3 адам 1000 теңгеден салды. Енді 2 адам 1000 теңгеден салғаннан кейін мен уже выплатама шығып тұрмын. 5000 теңге аламын 1000 теңгемен, я? Қазір Айсұлу деген кісінің очерті келіп қалды. Маған 2 адам салғаннан кейін Айсұлу деген кісіге 5000 теңге саламыз. 1 адам қалды. 1 адамнан кейін Айсұлу апа уже выплатаға шығады. 14.70, саламатсыз ба, тіркеліңіз. Әлі жарты сағатта болған жоқ, не бары уже 4 адам тіркелді. Қазір енді 1 адам салса, Айсұлу апа реквизитке шығады. Өте жақсы жүріп жатыр. Салғаннан кейін міндетті түрде чек жібереміз, ортаға ұмытпаймыз, чек жібереміз.
мына приглашалканы барлық адамдарға таратыңыздар, түсінбесе түсіндіруге тырысыңыздар, болмаса осы группаға кіріп сұрасын, сұрақтары болса, адамдарды шақырайық, тез-тез уақытымыз, выплатамыз шықсын, тез-тез. Неғұрлым приглашалканы таратсақ, соғұрлым кезегіміз тез келеді. Сондықтан бос отырмай, адамдар шақырайық, айтайық, түсіндірейік, қатысайық. Не бәрі менде бір-ақ адам қалды, бір адам қазір салса, Айсұлу апаны выплатаға шығарамыз. Я, енді бір адам қалды. Саламатсыз ба, Амангүл? Мына реквизит тұр ғой, Айгерім деп 776 797 98 97 осы номерге саласыз. Алғаннан кейін чекті осында жібересіз. Саламатсыз ба? Мен қазір көрші апамның голдынан салып сізге чек жіберемін, иә? Ертеңге салам қазір. Списке кім деп тіркейін, Амангүл дейін ба? Ура, мен уже 5000 теңгемді алдым. Енді Айсұлу апаға выплата шығарамыз. Айсұлу апа номер жазып жіберіңіз. Бұл компания Қазақстандікі. Қаяқтың компаниясы мынау деген лақа тұрың ғой, түрі. Админгі мына группаның. Админ маған шығындыш. Халықты алды өтсінер бұстан-бұстан. Медиат админ мен. Лохотрон болғанда, реально лохотрон. Ондай лохотрон емес бұл. Бұл реально кәдімгідей ақша саласын, алып отырасын. Мысалы, маған Айсұлу Бекзада деген кісілер салды. Например, мен танымаймын ол кісілерді танымаймын. Самый главный, маған 5 адам салды. Енді Айсұлу апан уже маған салған кісі выплатаға шығып жатыр. Сол кісіге 5000 теңге саламыз. Болды? Никакой сенімсіз болып қорқу деген емес ол. Тек өзара ғой ойнала беретін. Медет, егер сенбесең, сенімсіз болсан, өз-өзіне, осы топтан шығып кете бер. Біз сізді қинамаймыз. Бірақ егер бақылап қараймын десеңіз, бақылап қараңыз. Аты жөніңіз кім? Толық қай қаладан болсыз? Айсұлу реквизит, яғни Бекзада деп тұрады, келген кезде осы номерге саламыз. Бұл жер танысу алаңы емес, бұл жерде касса. Сондықтан артық сұрақтарыңыз, лишний сұрақтарыңыз болса, мен личкама шығып сұрақ қоюларыңызға болады. Негатив сөздер айтпаймыз. Мынаны таныстарымызға таратайық бәріміз. Мен түсініп тұрған жоқпын, мынау не болып кетті? Сендер дейтін анжақта емес педіңдер, түнде толтырдық қой, сол бөлінген жоқ қой, сол спискер. Мынау қайдан шыққан не? Түсіндіріп айтсаңдаршы, қосыл деп жерден шуғыламай. Тіркеліңіз. 82-21, ассаламу алейкум. Осындай 1000 теңге саласың, 5000 теңге аласың, 1000 теңге саласың, 3000 теңге аласың деген ойындарды ойнағам. Өзіңіз айтқандай басындағы 2-3 адам жақсы алды да, сомен ақшаңызды аламай қаласыз, сіздің енді өшіретті жүрмейді. Сөйтіп келесіз, WhatsApp-тың несін ашады группасын, содан секіріп кете береді. Ең соңында ақшасыз далада қаласыз. Бұған ақшаны бекер салдыз. Енді қалған адамдар аламайды бұл ақшаны. 5000 теңге аламайды. Сіз жақсылап қарастырыңыз, зерттеңіз. Сіз менен артық болсаңыз бұл группада отырмайсыз. Сіздің қай жерге барғаныңыз да белгілі. Сіз ақшаңыз саласыз, орында қаласыз. Ана басындағы резервте тұрған 2-3 қыз ұйымдасқан олар. Сөйтіп өздерін қойып қояды бірінші. Өтірік салады, сіз алданасыз, ақша саласыз. Кезегіңіз жүрмейді. Сонымен соңындағы адамдар 5000 емес, өзің 1000 теңгесін даулай алмай қалады. Енді өзімде көріп жүрмін ғой ойында. 1,5 ай болды зерттеп жүргеніме ше. Мүмкін сіз емес шығар, мүмкін басқа нөмірдегі қыздар шығар, бірақ білем ғой. Енді келген адам қарап отырыңыз, соңына ешкім ақшасын аламай қалады. Артық кетсем айып етпеңіздер.
шындықты айтты деп жақпай қалды деп группадан да удалить. Енді еріккеннен отырған жоқ болса айып етпейсіз. Осы группаның Құда қаласа бүгін кешке, ертең кешке қалай жұмыс болатынын да көресіздер. Сөйтіп, мына жігіттің айтқаны дұрыс екен ғой деп өздеріңіз ойланасыздар. Не шындықты айтып жақпай қалдым ма? Админ удалить етпей ақ қойсын. Ол енді шындықты айтып жатырмын ғой. Шындықты айтса өшіре бересіңдер ма? Ассалаумалейкум, қайырлы кеш ағайындар. Мына жерде бір-біріңді бекерге алдамаңдар. Бұндай ойынның арты үлкен шу болады. Қазір бір-біріңді қарғап сілеп ақшамды қайтарыңдар деп. Пока не поздно ушықпай тұрғанда бір адамнан ақшаларыңды қайтарып алыңдар, прямо личкісіне шығып. Бұл болмайтын ойын ғой, білесіңдер өздерің. Пока не поздно бір салған бір адамға ақшаларыңды звондаңды қайтарып алыңдар. Ешкімнің ақшасын салмасын. Бұл қазір ушығып кетіп ана 5 адамға 25 адам ақша салатын болса, ол 25 адамның артына 125 адам келмейді ол ақша салып. Болмайтын нәрсе ол. Сол үшін алдамаңдар бәрбірлер. Группаны өшіріп, өздерің ақшаларың өздеріңе құт болсын. Ол даладан ақша келмейді ешқашан еңбексіз. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтарды күтіп, тек қана біздің арнамен бірге болып, подписация бөлмесіне тіркеліп, бұдан да әрі видеолар шығуына көмектесіп жіберіңіз. Бізге ешқандай қаржылай емес, бізге қолдау мақсатында лайк басып, YouTube арнама тіркеліп, жан-жақтағы достарыңызға бөлісіп, менің YouTube каналымды дамуына қолдауыңызды көрсетсеңіз ғана жеткілікті. Сондықтан менің YouTube каналымды тіркеңіздер, Хамид Табын YouTube каналымен бірге болыңыздар. Бүгіннен ең алғашқы эфирімді көріп өттіңіздер. Сіздерге аз ғана көмегім тисе де мен қуаныштымын. Сіздермен жақсы күнде жүздескенше сау болыңыздар.